Келесі 2-де 36-шы есептің біріншісін шығарамыз. Аның 6аның 5-ші дәрежесі азайтылған 3аның 2-ші дәрежесі қосылған 7 минус 2аның 5-ші дәрежесі азайтылған 4аның 5-ші дәрежесі қосылған 4а квадрат. Тең. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Бізде аның 5-ші дәрежесі, аның 5-ші дәрежесі, аның 5-ші дәрежесі болып тұр. Сонда 6-дан азайтамыз 2-ні 4 болады. 4 аның 5-ші дәрежесі. Азайтылған 4 аның 5-ші дәрежесі. Соны жойылып кетеді барлығы. Бізде қалды минус 3 қосылған 4, ол бізде аның 2-ші дәрежесін береді. Яғни бірге тең емес пе? Қосылған 7. Енді а дегеніміз бұл жерде минус 5-ке тең. Орнына апарып қоям. Сонда минус 5-тің 2-ші дәрежесі қосылған 7 болады. Минус 5-тің 2-ші дәрежесі бізде 25-ке тең. Оған 7-ні қосатын болсаң 32-ке тең болады. Яғни біріншінің жауабы 32-ке тең екен. Келесі екінші есебі 5x-тің квадраты y азайтылған x, y-тің 2-ші дәрежесі минус 4x-тің квадраты y қосылған x, y-тің 2-ші дәрежесі азайтылған x, y қосылған 7 тең. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. 5x-тің квадраты азайтылған 4x-тің x квадрат y бұл бізде x квадрат y болады ғой. Сонда x квадрат y-тің өзін жазып қояйын. Мына екеуі бізде жойылып кетеді. Азайтылған x, y қосылған 7 болады. Тең. Енді x-іміз минус 1-ге тең екен. Яғни минус 1-дің квадраты көбейтілген 2 азайтылған минус 1 көбейтілген 2 қосылған 7 тең. Нәтижесін алатын болсақ 1-ге тең көбейтілген 2 қосу болып кетеді де, екеуін көбейтетін болсақ 2-ге тең болады. Көбейтсек 2-ге тең қосылған 7 дейік. Сонда 2 қосылған 2 қосылған 7 болып тұр ғой. Мұна нәтижесі 11-ге тең болады екен. Келесі 2-де 37-ші есебіміз біріншісін шығарайық. Так, мына жерде 1 деген дәреже бар, сонымен қосып жібереміз, аның 5-ші дәрежесі болады. Сонда тең деп жалғастырам. 3аның 5-ші дәрежесі қосылған 3-ті жазып қоямызда, аның 1-ші дәрежесі көбейтілген аның 3-ші дәрежесі. Негіздері 1 болғандықтан аның өзін жазамызда, дәрежелер қосылып кетеді. Сонда қосып жіберетін болсақ 4-ке тең болады екен. Азайтылған 5 аның 2-ші дәрежесі мен аның 3-ші дәрежесін қосып жіберсек, аның 5-ші дәрежесі болады. Азайтылған 5 аның 3-ші дәрежесі болады. Енді ұқсас мүшелері болса біріктіреміз енді. Так, аның 5-ші дәрежесі, аның 5-ші дәрежесі. Сонда минус 2 аның 5-ші дәрежесі болады. Қосылған 3 аның 4-ші дәрежесі азайтылған 5 аның 3-ші дәрежесі болады екен. Келесі екінші есебім шығарайық.
тең деп жалғастырамын. Көбейтетін болса 10av квадрат болады. 2 мен 5 көбейтіліп кетеді. 10av-ның екінші дәрежесі. Азайтылған 5 пен 3 көбейтіліп кетеді де 15 болады. Ал а мен аны көбейтетін болсақ 2 штук бар ғой, сонда аның квадраты болады. Квадраты v болады. Минус а квадрат v қосылған 2av-ның квадраты тең. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Мынау ұқсас бізде, мынау ұқсас. Сонда 10-ға 6-ны қосақ 16av-ның екінші дәрежесі. Мына екеуінің алдында 1 бар есептейміз. Сонда минус 16а квадрат v. Бұл бізде екіншісі. Енді үшіншісін шығарайық. Көбейтейік. 12x y-дің квадраты тең 12x y-дің квадраты азайтылған 0,18-ге 4-ті көбейтетін болсақ, нәтижесі тең болады бізде 3,12. 3,12 y-дің үшінші дәрежесі болады. Келесі минус 6, так, x-дің өзін жазамда, y-дің екінші дәрежесі болады. Қосылған көбейтетін болсақ, 3 y-дің үшінші дәрежесі. Азайтылған 1 тең. Енді осы жерде ұқсас мүшелер болса біріктіреміз. Так, үшінші дәрежесі деп отқанымыз мынау, екінші дәрежесі деп отқанымыз мынау. Сонда 6x y-дің екінші дәрежесі, мына екеуін азайтатын болсақ, сонда 0,12 минус 0,12 y-дің үшінші дәрежесі азайтылған 1-ге тең болады екен. Бұл бізде үшіншісі. Енді төртіншісін шығарайық. Так, бірден біріктіріп жазсақ та болады негізі. Тең деп жалғастырайын, берілгеннен кейін ұқсас мүшелерді біріктірейік. Мынау ұқсас, және мына әріпті өрнекке, мына әріпті өрнек ұқсас бізде. Енді 2m-ның квадраты n-ның үшінші дәрежесінен азайтайық, m-ның квадраты n-ның үшінші дәрежесі. Яғни алдында 1 бар деп есептейміз. Сонда m-ның екінші дәрежесі, n-ның үшінші дәрежесі болады. Енді мына екеуі жойылып кетеді. Бірі плюс, бірі минус екен алдындағы. Так, мынау да ұқсас қой бізде. Азайтып жіберетін болсақ, m-ның 4-ші дәрежесі болады. Қосылған m-ның 4-ші дәрежесі болып есебіміз аяқталады екен. Келесі 2-де 38-ші есебіміз. Бірінші стандарт түрге келтіріңіздер дейді. Тең деп жалғастырам, жақшаларды ашып шығайық. Бірінші жақшаны жазамыз 1 қосылған 3x. Екінші жақшаны плюспен ашатын болса, тәсілі жазылады. Қосылған x-тің екінші дәрежесі азайтылған 2x. Енді келесі жақшаны минуспен ашып шығамыз. Минуспен ашқан кезде жақшаның ішіндегі таңбаның бәрі өзгеріп кетеді. Сонда минус 2x-тің екінші дәрежесі болады. Қосылған x. Тең. Так, енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. X-тің екінші дәрежесі мен x-тің екінші дәрежесі бар. Бұл жерде минус x-тің екінші дәрежесі болады. Екінші дәрежесі. Енді әріпті өрнектерге қарайық. Так, 3x азайтылған 2x. Бір-ақ x қалады, ол x-қа x-ті қосатын болсақ, 2x болады. Қосылған 2x. Одан кейін санның өзін жазып қоямыз, қосылған 1.
Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. Тең 7,3 с азайтылған с-ның екінші дәрежесі қосылған 4 қосылған 0,15 с-ның екінші дәрежесі азайтылған деп жақшаны минуспен ашып шығамыз. Сол кезде минус 8,17 с плюс болып кетеді де 2,14 с-ның екінші дәрежесі болады. Тең. Так, екінші дәрежелерді белгілеп алайық. Осыларды орындайтын боламыз. Так, азайтатын болсақ, минус 0,15 с, оған 2,14 с-ны қосатын болсақ, нәтижесі минус 1,9 с-ның екінші дәрежесі болады. Енді s-тің өзін біріктірейік. 7,3-тен азайтамыз 8,17-ні. Оның нәтижесі минус 1,14 с-ға тең. Келесі санды жазайық, ол бізде 4 қосылған 4-ке тең. Келесі үшінші есебін шығарайық. Жақшаны ашып шығам, тең минус 12 а-ның екінші дәрежесі қосылған 5 а қосу а қосылған 11 а-ның екінші дәрежесі. Минуспен жақшаны ашатын болсақ, минус а-ның екінші дәрежесі плюс 1 болды. Тең деп жалғастыратын болсақ, так, мынаны азайтатын болсақ, минус, так, алдында біреу бар деп есептейміз. Сонда нәтижесі 11. Азайтатын болсақ, 10 а-ның екінші дәрежесі бар. Қосылған, 12-ден азайтатын болсақ, минус 2 а-ның екінші дәрежесі болады. Енді 5 а-ға а-ны қоссақ, 6 а болады. Қосылған 6 а қосылған 1. Келесі 4-ші есебін шығарайық. В-ның екінші дәрежесі минус 5в қосылған 5в азайтылған 2в-ның екінші дәрежесі азайтылған 4 қосу 2в-ның екінші дәрежесі. Так, 2в-ның дәрежелерімен жойылып кетеді. 5в-ларымызы жойылып кетеді. Сонда в-ның екінші дәрежесі азайтылған 4 қалады екен. Келесі 2-де 39-шы есептің біріншісін шығарайық. Өрнегінің мәні 0-ге тең екен дәлелдеу керекпіз. Тең деп жалғастырамын да жақшаны ашып шығамын. А минус в деп бірінші жақшаны жазып қоямыз. Қосылған в минус с. Қосылған с минус а. Тең. Енді а мен а жойылып кетеді, себебі бірі алды минус, бірін алды плюс. Келесі в мен в да жойылып кетеді, с мен с да жойылып кетеді, сонымен нәтижесі 0-ге тең болады. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісінде де жақшаны ашып шығамыз. Тең деп жалғастырам. X-тің екінші дәрежесі азайтылған 7xy. Так, минуспен ашып шықсам минус 5 болады. Плюс, 2 минус плюс кетеді, 4xy. Қосылған 3xy азайтылған x-тің екінші дәрежесі тең. Так, x-тің екінші дәрежесін жойын жөрек, себебі бірі плюс, бірі минус. Енді минус 7xy-ге қосайық 4xy-ті. Оның нәтижесі минус 3xy. Минус 3xy пен плюс 3xy жойылып кетеді, минус 5 болады. Сонда 5-ке тең екенін дәлелдедік.